1969 жыл бүкіл әлем теледидар алдында отыр. Адамзат тарихындағы ең үлкен сәт. Адам баласы алғаш рет айға қадам басты. Айда 2 сағаттан артық уақыт өткізіп, түрлі суреттер түсіріп, әртүрлі құмтастарды алып келді. Ал ол құмтастардың барлығын бүкіл әлем ғалымдарына зерттеуге береді. Бұл адамзат үшін ең үлкен жетістік еді. Бірақ қаншама жылдар өтсе де, бұл тарихи сәтке сенбейтіндер өте көп. Неге атмосферасы жоқ, желі жоқ, айда ту желбіреп тұр? Неге ғарышкерлердің іздері жердегі телескоптардан көрінбейді? Айда түсірілген суреттерде жұлдыздар неге жоқ? Деген сияқты толассыз сұрақтар қойылады. Бұның барлығы шындық па, әлде адамзат тарихындағы ең үлкен алдау ма? Ең қызығы, қазір адамзат айға қайта баруға дайындалып жатыр. Егер бәрі өтірік болса, онда неге қайта бармақ? Бүгінгі шығарылымда осы сұрақтардың барлығына толық жауап беретін боламын. Шығарылым басталмас бұрын мені тұрақты қарайтын әрбір көрерменіме алғысымды білдіргім келеді және бір ай ішінде 1000 жазылушы жинаймын деген мақсат қойдым. Мақсатыма бірге жетейік. Сіздерден қолдау менен сіздерге пайдалы видео болсын. Ендеше бастайық. Барлығы 1969 жылы қырғи қабақ соғыс қызған кезде басталды. ақш пен КСРО тек жер бетінде емес, ғарышта да бәсекелесіп жатты. Бұл тек ғылым емес еді. Бұл кім мықты екенін дәлелдейтін жарыс болатын. Сол кезеңде НАСА адамзат тарихындағы ең батыл мәлімдемені жасады. Біз адамды айға жібереміз деді. Және көп ұзамай Аполло 11 миссиясы басталды. Бүкіл әлем оларға көз тікті. 1969 жылы 20 шілдеде Нил Армстронг ай бетіне қадам басты. Оның артынан Бузз Алдрин түсті. Сол сәтте айтылған сөздер тарихта мәңгі қалды. Бұл адам үшін кішкентай қадам, бірақ адамзат үшін алып секірістеді. Осылайша адамзат алғаш рет жерден тыс басқа аспан денесіне аяқ басты. Бірақ бәрі дәл осылай болғанына сіз сенесіз бе? Уақыт өте келе адамдар видеоларды қайта қарап, ұсақ детальдарға мән бере бастады. Сол кезде күмән туды. Бірінші қарағанда бәрі қалыпты сияқты, бірақ тереңірек қарасаң, онда мынадай нәрселерді байқайсың. Айда жел жоқ, бірақ ту неге қозғалып тұр? Жарық тек күннен түсуі керек, бірақ көлеңкелер әртүрлі бағытта. Сонымен қатар ғарышта жұлдыздар көп емес пе? Бірақ видеода не үшін аспан бос, неғып жұлдыздар көрінбейді? Осы сияқты детальдар бір қарағанда ұсақ көрінеді, бірақ дәл сол ұсақ нәрселер үлкен сұрақ тудырды. Мүмкін бұл студияда түсірілген шығар. Бұл ой тез тарады да көп адамдар осыған сеніп қалды. Бірақ күмән бұл әлі дәлел емес. Ал енді ақиқатқа жақындасақ. Ғылым эмоцияға емес, фактіге сүйенеді. Сондықтан осы күмәндардың әрқайсысын түсіндіріп өтейін. Айда атмосфера жоқ. Сол себепті де ту желден емес, орнату кезінде берілген қозғалыстан тербеледі. Яғни ол желден емес, инерциядан қозғалады. Және де тудың ішінде арнайы темірлер болатын, сол себепті ол қозғалды делінген. Ал көлеңкелерге келсек, ай беті тегіс емес, ол шұңқырлар мен тастарға толы. Сондықтан жарық шағылысып, көлеңкелерді әртүрлі бағытта көрсетеді. Ал жұлдыздар неге көрінбейді десеңіз, бұл камера параметріне байланысты. Ол кезеңде камера экспозициясы дұрыс болмаған. Ай беті өте жарық, сол жарыққа бейімделген камера әлсіз жұлдыздарды көрмей қалады. Яғни олар бар, бірақ камера оларды түсірмейді. Егер камераны аспанға бағыттасаңыз, жұлдыздар көрініп, ай көрінбейді. Айға бағыттасаңыз, ай ғана көрініп, жұлдыздар аспан көрінбейді деген сөз. Бір қарағанда күдік болып көрінген нәрселер шын мәнінде физика заңдарына толық сәйкес келеді.
Ең маңыздысы осындай дәлелдер. Айға қонған миссия тек видео арқылы дәлел болып табылмайды. Армстронг пен Алдрин айға қонған кезде жерден алып келген лазер арқылы қашықтықты өлшейтін аппаратты қондырады. Сөйтеді де жерге сигнал жібереді. Осы арқылы ай мен жердің арасындағы ең дәл қашықтықты ғалымдар есептеп алады. Ғарышкерлердің айдан әкелген тастарын әлемнің әртүрлі зертханаларында тексеруге өткізуге берген. Ең қызығы, ақш-тың басты қарсыласы болған КСРО-да бұл миссияны жоққа шығармаған. Егер бұл өтірік болса, сол кездегі ең үлкен қарсыласы оны бірден әшкерелеп берер еді. Егер адамзат шынымен айға барса, онда неге 50 жылдан астам уақыт қайта бармады? Неге бәрі тоқтап қалды? Міне дәл осы сұрақ күмәнді одан сайын күшейтеді. Ал енді мен сіздерге осы сұрақтың жауабын айтып берсем. Сол кезеңде ғарышкерлерді айға ұшыру өте көп қаражатты талап ететін еді. ақш үкіметі онсыз да бірінші жобаға өте көп қаражат жұмсағандықтан, енді екіншісіне де дәл сондай қаражат табу керек болды. Ал ондай қаражатты енді халық салық түрінде бермейтіндей болды. Себебі бір жағынан Вьетнамда соғыс басталып кетіп, барлық қаржыны сол жақтағы соғысқа аударатын болып шешеді. Сондықтан ол жоба кейінге қалдырыла береді. Бүгінгі таңда айға ұшу жоспарын Илон Маск өзінің қолына қайта алды. Ол үшін Артемида программасы іске қосылды. Бұл жай ғана жаңа миссия емес, бұл адамзаттың айға қайта оралуы. Бірақ бұл жолы мақсат басқа. Енді бұл жарыс емес, бұл болашаққа дайындық. Бұл миссия қалай жүріп жатыр десеңіз, алдымен адамсыз миссия өтті. Ракета ұшырылды, айды айналып келді, жүйелер толық тексерілді. Келесі қадам адамдарды айға жақын апару. Ал ең маңызды кезең адамды қайтадан ай бетіне қондыру. Бұл жолы жаңа технология, жаңа кемелер, жаңа деңгей болады. Не үшін қайта ұшады? Міне ең маңызды логикалық нүкте. Егер 1969 жылғы қону жалған болса, неге адамзат қайта дәл сол нәрсені жасауға тырысып жатыр? Неге бұл процесс ашық түрде көрсетіліп жатыр? Неге бүкіл әлем оны бақылап отыр? Өйткені бұл жолы бәрі тікелей эфирде болады. Жасыру мүмкін емес. Ай бұл тек өткеннің символы емес, ол болашақтың бір бөлігі. Онда ресурстар өте көп. Онда сонымен қатар база құруға болады. Осылайша Марсқа ұшудың алғашқы қадамы басталады. Яғни айға оралу бұл жай дәлелдеу емес, бұл келесі кезеңге өту болып табылады. Ал енді мен сіздерге бір сұрақ қойғым келеді. Егер жақын жылдары адам айға қайта қонатын болса, онда сіз 1969 жылға деген көзқарасыңыз өзгереді ме? Пікірге өзіңіздің көзқарасыңызды жаза кетіңіз. Сіз айға қонуға сенесіз бе? Әлде бұны әлі де өтірік деп ойлайсыз ба? Егер араларыңызда адамзаттың айға қонғанына сенгендер болса, онда каналыма подписка жасап кетіңіздер. Ал егер сенбегендер болса, онда комментарийге өзіңіздің не үшін сенбегеніңізді жаза кетіңіз. Осымен достар, келесі шығарылымға дейін қош сау болыңыздар.